Жамбылда қар жауды деп желдегі жұрт апта басынан әбден шулады. Таразда әйтеуір табиғи аномаль жиілеп кетті. Хош, бұл сараптаулық сізбен біз үйренбеген, бәлкім тез үйренетін алабөтен жанрдағы аналитика. Мен Фарида Сейілханқызы, алғашқы эфир апта бойы жиған тергенімді жариялап отырам. Енді аздап қобалжу, бірақ кеттік. Мерзімінен кешіккен мердігерігім Сапарбаев сына. Итпен мысықтың өкпесі, жануарға жәбір көрсеткендер бір жылға сотталуы мүмкін бе? Көрнек ақпарат қашан көркем болады? Ет жемейтін қазақ па? Онмен көкөністің құны қайда кетіп барады? Сәлден соң. Айтпақшы, бұйыл жылу жылдағыдан 2 апта ерте берілді. Сосын ендігі ерте қар жауса, желіге бірінші боп видео жүктеп жібермеңіз. Әкімдіктен келуі мүмкін. Жарайды, апа жақсы, онда бет алды салмаңыз деді, осындай болып шыға келеді. Кешіріңіз. Бұлай ғой, Павлодардағы Егіндібұлақ ауылының тұрғыны қар жауғанын түсіріп, желіге сап жібереді. Сосын әкім әлгі жейден кешірім сұратқанда. Видео үшін әрмен қарай комментарийсіз. Айтпақшы, аудан әкімі қазір сол әкімнің әлегіне қатысты жаза тосып тұрғанын айтты. Осы апта әкімдер хит боп жатыр әйтеуір. Біздегі Талас ауданындағы бір ауылдың әкімі де осы аптада мергендігімен көзге түсті. Бірақ заңсыз. Сөйтсек, 31 жастағы шенеунік 40 ауыл атпақ болған. Қарашаға қызметші ғой енді. Шаршаған болар. Алайда әкім 60 мың айыппұлын арқалап кетті. Бұл аптада әріптестерім донорлар жайлы сюжет әзірледі. Қызық статистика болсын. Аймақтағы донор болатын жандардың 73,3% ерлер екен. Сосын өңірдегі студенттер де қан тапсыруда белсенді болып шықты. Барлығы 58,3%. Ал дәрігерлер үшін екі жаңалығым бар. Жағымды, я жағымсыз. Ковид кезіндегі миллион жәрдемақы осы айда толық тоқтады. Ал жақсыса, жалақыларыңыз өседі. Себебі бұны Цой айтты. Кезең-кезеңмен, яғни жыл сайын айлық 30%-ға еселенбек екен. Сөйтіп 500 мыңға дейін бір-ақ бармақ. Яғни 2,5 есеге. Дәрігер демекші, Тараздағы денсаулық саябағындағы ақ халатты Абзал жанның мүсіні тағы да бассыз қалды. Вандалдар осымен екінші рет тас мүсінді талқандады. Жаңа өткен, бұлай өткенімде басы жоқ қандай оңбаған адам істеді дедік. Білмейміз ғой. Кешегеге мен сабылатын. Түнгі қарай ерекетті, соңына карате-маратесын көрсетіп, соң тепкен ғой, скорее всего. Рас, несі бар деймді? Я дәрігерге шүйіліккен әлде біреу, я еріккеннің ермегі. 61-де Гагарин кетті, 2021-де киноэкипаж. Байқоңырда тағы да тарихи сәт осы сейсенбіде орын алды. Жасыл жасырын фонда емес, ғарыштан шынайы фильм түсірмек екен ресейліктер. Алғашқы кадр жергіндік Байқоңырдан бастау алды. 12 тәулік бойы түсірілім болмақ. Ойлаңызшы, 12 күн. Не дейміз енді? Бастысы кадрлері өшіп қалмаса болды. Сосын Байқоңырдағы мұна бір бейне желіні жарды. Көрген шығарсыз, е? Анау ана жердегі машинаны аламын да, сосын қайттан кірем ғой, қайтадан. Вы просто решили пообщаться друг с другом? Зіл, әзіл. Айтпақшы, мәжілістегі депутаттар сәрсенбіде төл тілдің мерейін межеден бір асырды. Өйткені жаңа заңнама күшіне енді. Әсіресе кәсіпкерлер, бер отырыңыздар. Бұлай делінген. Заң жобасының мақсаты сыртқы жарнамалар мен әртүрлі маңдайшалардағы басқа да реквизиттер мен көрнекі ақпараттардың мемлекеттік тілде дұрыс жазылуы және мәтіндердің түп нұсқалы аудармасы бойынша қосымша талаптарды белгілеу. Сайлаушылар жиі көтеретін тақырыптардың бірі осы көрнекі ақпараттағы қазақ тіліндегі жазылатын мәтіннің сауатсыздығы. Кейбір жағдайда тіпті қазақ тілінде мәтіннің болмауы. Осыған байланысты нақты талаптар енгізілді. Дейді депутат Берік Әбдіғалиұлы.
көрнек ақпарат дегені көзге көрінетін ақпар. Демек, кафедегі мәзірге дейінгі мәлімет қазақша болуы тиіс. Бастысы дұрыс жазылу керек. Рас, қазір сақау жарнама қаптат, әсіресе базар маңында. Әріптесім әңгімелейді. Модный шаш, еуропалық, бір-біріңнің арақашықтықты сақтаңдар. Сауатты саптауға келмейді. Мұндай өрескел сөз өріп жырғалады. Ал сауда дүңгіршіктеріне барсаң, көз сүрінеді. Екі себеп. Орыс тілінен тікелей аудару, жай ғана сауатсыздық. Тіл туралы заңда кез келген жарнама алдымен мемлекеттік қазақ тілінде, одан кейін ресми орыс тілінде жазылуы тиіс деген ереже бар. Алайда бұл тәртіпке бағынбайтындар да баршылық. Жаңа заңнамаға сәйкес не өзгеріс күтіп тұр? Әуелі көз үйренген түрлі ұйымдардың бланкілері қазақ тілінде жазылады. Жол белгілеріндегі жазбалар да мемлекеттік тілде кескінделмек. Сосын хабарландыру, жарнама, пресс-куранттар, бағалар, ас мәзірінің өзі қазақ тілінде болу міндеттелмек. Басты талап сауатты аударма. Айналдырып әкеп аудара салатын кей кәсіпкерлерге енді қиын болайын деп тұр. Заң жобасы жайлы қос сауал бар. Байланыста спикеріміз. Заңнама қабылданды, арада уақыт өтті. Қандай өзгеріс әкеледі деп ойлайсыз? Жалпы заңнаманың мына көрнек ақпараттар туралы қабылдануы бұл қажеттілік, өмірдің өзінің сұранысы. Шындығында біздің мынау көп жерлерде тұратын жарнамалардың өзі қазақ тілінде, мемлекеттік тілде жазылуында қателіктер ұшырасып жатады. Төл тілдің аясын тарылтып отырған факторлар. Қысқа да нұсқа тізіп берсеңіз. Біріншіден мынау қоғамдық биліктік мәселеге байланысты. Билік басында отырғандардың барлығы жасыратын жоқ, көпшілігі дерлік бұлай орыс тілді азаматтар болып саналады. Екінші фактор әрине әрқайсымызға өзімізге байланысты. Мемлекеттік тілдің қолданылуын әр адам, жеке адам өзінің ішкі патриоттық сезіммен тікелей байланыстырып, сол жолда өзінің ішкі ұмтылысы болуы қажет. Апта басы дүйсенбіде Қордайға президент келді. Аудандағы биофармацевтикалық зауытқа барды. Сонымен зауытта 30-дан 60 миллионға дейін доз әзірлеу жоспарда екен. Жобаның құны баққандай 15,6 миллиард теңге. Әрісі инвестициялық жобалар ұсынылды. Қысқасы, кәсіпкерлік бағыттағы 107 жоба жолға қойылмақ. Құны 2,5 триллион теңге. Бұл 2025-ке дейінгі жоспар. Айтпақшы, Жамбыл Жабаев Анкарада ұлықталды. Нақтысы 175 жылдығына конференция өтіпті. Ал аймақта әзірге тып-тыныш көре жатармыз. Бізде не болды? Бізде ішкі саясаттың басшысы кетті. Кеткенде ауысты, білімнің тізгінін ұстады Бейғұт Жаманкөзов. Енді ішкі саясатқа кімнің келері әлі беймәлім. Бейресми болжамды айтпай қоя тұрайық. Дүйсенбі мен сейсенбіге қараған кеште телефоныңызды 2 өшіріп 3 қосқан шығарсыз. Бәріміз сөйттік. Сөйтсек, желі королі Цукербергтің компаниясында ақау болған екен. Жаһан желісіз қалды. Курьерлер жұмысы 7 сағатқа тоқтады. Facebook 50 миллиард шығынға батты. Қарусыз құралды қолына ұстаған ол үшін қызығы бұл түк емес. Цифрлы әлем ішінде екенбіз. Қауіпті. Мынандай нәрсе, өзі Америкада да бұл қатер деңгейі деп есептеліп, үлкен сотта болған. Неге? Өйткені Марк Цукерберг Фейсбукқа, Инстаграмға, әлеуметтік желіге қандай да бір конкурент пайда болатын болса, оны сатып алып тастауға немесе тұншықтап тастауға барын салады. Мысалға Фейсбукты шығарды, енді өсіп келе жатқан Инстаграмды сатып алды. Одан кейін WhatsAppты өзіне қосып алды деген секілді. Бұл айтқан кезде адамдардың қарым-қатынасын, адамдардың бір-біріне бір адамды не тәуелді қылады, қарым-қатынаста сөйлесуде. Сол құралдың бәрін өзінің қолында ұстап отырды. Бұл біріншіден. Екіншіден, бұл мемлекеттік органда емес, бір адам. Шынымен қаупі бар. Бір адамның қолында соншама ақпараттың жиналып қалуы. Бұл қандай қауіптерді алып келеді? Біздер айтып жүрміз ғой, алдағы жылдары болашақта реклама массовый болмайды, бұқаралық болмайды, әр адамға шақталған болады. Бұл әлеуметтік желі соның рөлін ойнап тұрды. Кальмар ойыны дескен корейлік сериал бұл аптада рекорд орнатты. 76 ел көріпті. Несиешіл, нәпсіғұмарлық жайлы дорама екен. Бұлайғы
түрме ішіндегі ойын. Түрме демекші, тағы бір жаңалық саржағал прессаның тілмен қайырсақ жағамызды ұстатты. Әуелі бұл ішкі істер министрлігінің ұсынысы. Бұлай дейді, егер кәмелетке толмаған балаға мұғалім яки тәрбиеші қысым көрсетіп, әлімжеттік танытқан жағдайда қылмыстық жауапкершілікке тартылсын. Әрісі түрмеге тоғытылуы керек дегенді айтады. Айтқандай ұсынысты депутаттар енді қарайды. Қызу пікір талас болайын деп тұр. Мұндай заңнама бәлкім мұғалімдерге де керек шығар. Әйтпесе қазір педагогтар да төбелеседі. Сен мені өртеп кетем деп атсың ғой, Айгүл. Сен мені бала-шағаммен өртеп кетем. Өртесің ба? Мана, оқушының үйдегісі, ана. Үйдегі мысық ауладағы ит үшін жағымды жаңалық шықты. Нақтысы заң қаралуда. Ендігі үй жануары қорлық көрсе, жазаға тартыласыз. Өлтірсеңіз, 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейсіз. Демек 583.400 теңге. Елемей 2 рет жасасаңыз, тіпті 1 жылға бас бостандығыңыздан айырылуыңыз мүмкін. Бұл туралы экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі хабарлады. Жасасын дамыған елдің принциптері дейміз. Итті айттық, енді етке көшейік. Статистикаға сенсек, елімізде қазір ет өнімін тұтыну азайып отыр. Бұған басты себеп мал азығының тапшылығы. Сосын келісінің өзі 300-400 теңгеге артуында. Шаруалардың шығыны тағы бар. Қызығы көкөністі тұтыну 5 есеге артқан. Өйстіп вегетариан боламыз ау. Бірақ бізде бәрі қымбаттайды ғой. Кәдімгі картоптың бір келісі 1 жылда 100 теңгеге өскен. Бүгінде көтерме базарлардағы картоптың бағасы бақандай 180 теңге. Ал былтыр бұл өнім 80-90 теңгеден саудаланған. Ең сорақысы елге екінші нан болған картоп тағы да қымбаттауы мүмкін. Картошка қымбат, қашан сендер түсіресіңдер сен алар. Өзіңде қазымен қартан жеп жатасыңдар. Қарапайым адамдар не жейді айтыңдаршы айналайын. Ал бурныйдың өзі, былтырдың өзі, бурныйдың өзін 60-70 теңге сатқанбыз, ал биылдың өзінде бурныйдың өзін 140-тан сатып жатырмыз. Өйткені шығым аз деп жатыр уақытта, өнім аз деп жатыр. Бүгін қала күні. Тараздың қиыр-қиырында нөсерге қарамастан шаһар мерекесі аталып жатыр. Айтпақшы, Тараздың территориясы өспек, шамамен 29.209 гектарға. Өйткені Байзақтағы 3, Жамбыл ауданындағы 11 елді мекенді Таразға қосып алу қаралуда. Сыйлық деп осыны айт. Аптадағы жиып тергенім осы, сарапталықтар саулығыңызды тілейді.